Армысыздар. Өткен апта Алматы облысы үшін жарқын оқиғалар мен маңызды жаңалықтарға толы болды. Өңірде жүзеге асырылып жатқан жобалар, қоғамдық маңызы бар бастамалар, әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері мен мәдени шаралар тұрғындар назарынан тыс қалған жоқ. Өзекті ақпараттар Алатау арайы, Ағмелатау және Алатау Ньюс ақпараттық ресурстарында кеңінен жарияланып отырды. Назарларыңызға аптаның ең маңызды жаңалықтарына қысқаша шолуды ұсынамыз. Алматы облысына іс-сапармен келген Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев, белгілі кинорежиссер, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері Абдолда Қарсақбаевтың 100 жылдығы аясында Жамбыл ауданының Қарақыстақ ауылына барды. Мәртебелі мейман Сүйінбай ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ескерткіш жанында жағалай қойылған Абдолда Қарсақбаевтың кинотуындыларына арналған көрмені тамашалады. Бұдан соң Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейінде жастармен кездесіп, Абдолда Қарсақбаевтың 100 жылдығына орай мемлекет басшысының арнайы құттықтауын жеткізді. Мәлік Нұржанұлы өз сөзінде кино өнерінің өзіндік ерекшелігі мен Абдолда Қарсақбаевтың шығармашылық шеберлігіне тоқталды. Президент кеңесшісімен кездесуде аудан жастары сөз айтып, ой пікірлерін ортаға салды. Бұл туралы газетіміздің 1 тамыз сенбі күнгі санындағы Серік Сатыбалдиевтің мақаласынан оқи аласыздар. Алматы облысы әкімі Марат Сұлтанғазиев Корея Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы Ха Тэ-укпен кездесу өткізді. Онда биылғы қыркүйек айында өтетін Корея Республикасы Орталық Азия саммитіне дайындық мәселесі және экономикалық инвестициялық жобаларды іске асыру барысы талқыланды. Марат Елеусізұлы өз сөзінде екі ел арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық жоғары деңгейде дамып келе жатқанын атап өтті. Биыл Қазақстан мен Корея Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 34 жыл толды. Осы уақыт ішінде екі ел арасында достыққа негізделген сенімді байланыс орнады. Бүгінде екі жақты тауар айналымының көлемі 6 миллиард ақш долларына жетті. Қазіргі таңда өңірде кореялық капиталының қатысуымен 9 кәсіпорын жұмыс істейді. Сонымен қатар екі елдің компаниялары бірлесіп құрған 7 кәсіпорын бар. Одан бөлек денсаулық сақтау, білім беру, өнеркәсіп, көлік инфрақұрылымы, жасыл энергетика және туризм салаларында 6 бірлескен жоба пысықталуда. Нәтижесінде 1000-нан астам жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Бұл туралы газетіміздің 28 шілде сейсенбі күнгі номерінде байланыс бекем, жоспар айқын атты мақаладан таныса аласыздар. Елімізде қабылданған жаңа конституция негізінде екі палаталы парламент тарап, орнына бір палаталы заң шығарушы жоғары өкілді орган құрылтай енгізілетіні белгілі. Осы орайда 23 тамызда құрылтай сайлау өтеді. Жауапты науқанға дайындық барысы туралы Алматы облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Мейрамгүл Айтовамен сұхбатты осы аптаның сенбілік күнгі санынан оқи аласыздар. Сонымен қатар, осы аптада Темірғазық тәрбие бұрышы айдары бойынша ұлттық идеология балабақшадан құрсақ анаға кім қорған деген тақырыптардағы өзекті мақалалар да жарияланды. Осы және өзге де танымдық мақалаларды оқыңыз келсе, Алатау арайымен бірге болыңыздар. Система гражданской защиты Алматинской области пополнилась сразу 2 современными объектами. Новые пожарные депо открылись в 2 селах – Шенгелді и Жибек жолы Карасайского района. Они позволят сократить время прибытия спасателей к месту происшествия и усилить защиту жителей десятков населенных пунктов. В торжественных мероприятиях приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов, заместитель акима Алматинской области Куаныш Бахытұлы, представители местных исполнительных органов, ветераны службы, сотрудники ДЧС и жители сел. В поздравительном слове глава МЧС Чингис Аринов отметил, что поздравление будет отвечать за безопасность более 40 тысяч человек. По его словам, открытие депо стало еще одним важным шагом в выполнении поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасности граждан. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта и провел церемонию награждения. Открытие 2 депо стало важным шагом в развитии пожарно-спасательной инфраструктуры Алматинской области. Теперь спасатели смогут быстрее прибывать на место происшествия, а жители Шенгелді, Жибек жолы и соседних населенных пунктов рассчитывать на своевременную помощь в трудную минуту.
Алматинская область рассматривает возможность принять этап чемпионата мира F1H2O, который часто называют Формулой-1 на воде. Глава региона Марат Султангазиев рассмотрел в областном акимате проект проведения соревнований, а по итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. Проект предусматривает международную трансляцию и большую программу для зрителей. Авторы проекта предлагают создать в 2027 году гоночную трассу на спокойной воде, где можно обеспечить безопасность спортсменов и публики. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем продвижении проекта и развитии сотрудничества в сфере международных спортивных мероприятий. Подписанный меморандум о сотрудничестве стал первым шагом к реализации инициативы в Алматинской области. Ощутив ее, регион может выйти на международную спортивную арену как организатор соревнований мирового уровня. В материале Айгуль Габсаттаровой «Дети счастливы, родители спокойны» рассказывается о детском центре активного отдыха Таужан-Ашар в Еңбекші-Казахском районе. Нурбол Молдабеков в статье «От каналов до международных курортов» подводит итоги рабочего объезда акима Алматинской области Марата Султангазиева. Об этом и о многом другом читайте в последних номерах газеты «Огня Алатау». Қонаев қаласында Қапшағай су қоймасының жағалауында орталық Азиядағы алғашқы мототуризм белсенді демалыс және саяхат фестивалі Drive Forum Great Orda Fest салтанатты түрде басталды. Drive Forum Great Orda Fest және мототуризмді, саяхат мәдениетін, экстремалды спорт пен белсенді өмір салтын тоғыстыратын бірегей халықаралық жоба. Халықаралық шара автотуризмді, экстремалды спортты және белсенді демалыс мәдениетін дамытуға бағытталған. Фестивальге Қазақстанның әр өңірінен, сондай-ақ шетелден келген автосаяхатшылар, мотошабандоздар, туристер және белсенді демалыс әуесқойлары жиналды. Фестивальдің алғашқы күні қонақтарға мазмұнды интерактивті бағдарлама ұсынылды. Жәрмеңке және фудкорт аймақтары, көрме алаңдары, эндуро, мотоциклдер және квадроциклдерге арналған арнайы трассалар, әуе шарымен ұшу, сондай-ақ балалар мен ересектерге арналған ойын-сауық және демалыс аймақтары жұмысын бастады. Іле ауданында кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуде. Биыл ауданның барлық ауылдық округтерінде 43 рейдтік профилактикалық іс-шара ұйымдастырылып, мектептер, ойын-сауық орындары, қоғамдық тамақтану орындары мен саяжай аумақтары қамтылды. Іле ауданы әкімінің орынбасары Асқар Садықовтың айтуынша, бүгінде ауданда 67.410 бала және 63.666 жас тұрады. Сондықтан олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты басымдықтардың бірі. Қазіргі таңда 10.006 оқушы есепте тұр. Жанұя платформасы арқылы тәуекел тобына енген балалар мен психологтар мен педагогтер жұмыс жүргізуде. Рейдтердің қорытындысы бойынша ата-аналарға қатысты 127 бап бойынша 190, 442 бап бойынша 261 әкімшілік хаттама рәсімделген. Бұл шаралардың негізгі мақсаты жазалау емес, ата-аналардың жауапкершілігін күшейтіп, құқық бұзушылықтың алдын алу. Аудан әкімдігі алдағы уақытта рейдтік жұмыстарды жалғастырып, балалардың қауіпсіздігі мен жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға басымдық бермек. Осымен Алматы облысының тыныс тіршілігінен сыр шертетін апталық жаңалықтар топтамасы аяқталды. Өңірдегі маңызды оқиғалар, тың бастамалар мен өзекті мәселелер туралы жедел әрі нақты ақпарат алу үшін Алатау арайы, Огня Алатау газеттері мен Алатау Ньюс ақпараттық алаңын тұрақты түрде қадағалап отырыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.